Google Play'де Қазмұнайгаздың атын жамылған алаяқтар пайда болған. Ол дәл осылар. Бұлардың приложениесінің аты Қазмұнайгаз деп басталады көбіне, және инвестициямен байланысты Қазмұнайгазға. Және Қазмұнайгаздың өзі бұл туралы айтты, бұндай приложениеге олардың ешқандай қатысы жоқ. Ең жаманы бұл емес, ең жаманы осындай приложениелердің мен где-то Google Play'ден бір 10 шақтысын көрдім. Оларды блокқа жібергеннің өзінде қайтадан аша береді. Мына жерде мынандай әртүрлі аккаунттар ашады, Google Play'ге жариялай береді. Көрген жағдайда телефонмен кіргенде мына жерде 3 точка тұрады, соны басып жалобы жіберсеңіздер болады. Бұларды мен скачать етіп көрдім. Бұл жерде ашқан кезде бір форманы толтыратын бір фигня шығады. Сол фигняға номерін қалдырғаннан кейін біреулер хабарласады саған, навизатор. Инвестиция жасау үшін осындай шотқа Gold арқылы ақша аударуыңыз керек деп айтады. Ол ақшаны кейбіреулер аударады, кейін олар ешқайда ештеңе де қайтармайды, жоқ болады да кетеді. Қысқасы, бұлар мошенниктер. Бұл туралы мына жерде міне Қазмұнайгаздың өзі айтты. Интернетте мошенниктер пайда болған. Қазмұнайгазға инвестиция жаса, ананы істе, мынаны істе. Приложение түрінде YouTube'та реклама шығарады. Сол сияқты өздерінің сайттары бар. Қысқасы, схема бір, ақшаңды алады и жоқ болып кетеді. Сондықтан сондай алаяқтық сервистерге алданбау керек. Бұл Қазмұнайгаз деп тұрғанымен мына жерде бұл басқа кез келген компанияның атын жамылған адамдар болуы мүмкін. Мен мысалы Теслаға қатысты бір сондай рекламаны көрдім. Ол Facebook'a қатысты болуы мүмкін, Google'a қатысты болуы мүмкін, Казатомпром немесе аты Колеса болуы мүмкін, кез келгені болуы мүмкін. Схемасы бұлардың бір.